Бұл мектептің салынғанына 60 жылдан астам уақыт өткен. Бүгінде мектептің қосымша ғимараты толық күрделі жөндеуді қажет етеді. Оқу жылының алғашқы күнінен ақ осы ғимаратқа қатысты оқушылардың ата-аналары тарапынан наразылықтар туындаған. Олар бұл білім беретін нысанда оқу балалар үшін аса қауіпті деп шешіпті. Олар алғашқы оқу күнінен ақ ғимарат жаңа маусымға дайын болмағанын, тіпті жарықта жанбай тұрғанын алға тартады. Ал 16-шы білім беретін мекеме қаламыздағы 4-ші мектеппен біріккеннен кейін оқушылар саны артып, үлкен мектепке сыймаған. Оқу мекемесінің басшылығы осы жайды ескере отырып, кейбір сабақтарды қосымша білім беру ғимаратында өткізу қажет деп шешіпті. Когда объединились две школы, Біздің мектеп пен 4-ші мектеп біріккен кезде оқушылар саны артты. Ал біз білім беретін мекеме болған соң, балалардың барлығы бір уақытта білім алу үшін қолымыздан келгенін жасаймыз. Оқушылар саны артқан сайын қосымша сыныптар қажет болды. Ойлана келе, қосымша ғимараттан тағы бірнеше сыныпты қалыпқа келтіріп, қолданатын болып шештік. Бізде басқа амал жоқ. Ата-аналар түсінсе дейміз. Ол кісілер мәселенің мән-жайына бармай, бірден шағымдана бастаған. Мектептің директоры оқушыларға ыңғайсыздық туғызбау үшін сабақ кестесін қайта жасағанын атап өтті. Валентина Голубеваның сөзіне сүйенсек, бұл қосымша нысанда балалар тек еңбек, өзін-өзі тану, алғашқы әскери дайындық, қазақ тілі сынды қосымша сабақтар үшін ғана келеді екен. Яғни толық бір күн бұл ғимаратта оқымайды. там все, начиная с 5 по 11 класс. 5-ші сыныптан 11-ші сынып аралығындағы барлық оқушылар қосымша ғимаратқа кейбір сабақтар үшін барады. Біз барлық жағын қарастырып жатырмыз. Олар әр қоңырау сайын сабылып екі нысанның ортасында жүрмейді. Тек сабақ арасындағы үлкен қоңырау кезінде мектеп арасында ауысады. Бізде бастауыш сыныптардың өзі 15. Олардың бәрін бір ғимаратта оқыту мүмкін емес. Айта кету керек, ата-аналар жарық пен суық сыныптардан басқа мектептің 2-ші қабатында орналасқан қыздар мен ұлдарға арналған бір ғана дәретхана бар екенін, және онда ыстық судың жоғын айтты. Что-то сделали бы для... Бір шара қолдансаңыздар жақсы болар еді. Бұл қосымша ғимарат үшін. Алғашқы қоңырау күні біз бас ғимаратқа кіргенде мерекелік көңіл-күй бірден сезіліп тұрды. Ал осы қосымша нысанға кіргеніміз сол еді, өзіміз шошып кеттік. Бізді балаларымыздың болашағы, денсаулығы алаңдатады. Екі ғимараттың жағдайы жер мен көктей десек, артық айтпаймыз деп ойлаймын. Қалалық білім басқармасының экономикалық бөлімінің бастығы Ерик Әбдіхашевтың биылғы жылы 16-ші мектептің негізгі ғимаратында ішінара жөндеу жұмыстарын жүргізілгенін, есіктер мен линолеум ауыстырылғанын атап өтті. Қазір мектепті 2019 жылы сумен жабдықтау жүйесін ауыстыру бойынша құжаттама әзірленуде. Сондай-ақ келесі жылы қосымша ғимаратты жөндеу жоспарлануда. В текущем году мы просили деньги. Осы жылы суық су жүретін құбырларды тарту үшін бюджеттен қаражат сұраған болатынбыз. Сұраған қаражатымыз уақытынан кешіктіріліп аударылғаннан кейін біз бұл ақшадан бас тарттық. Себебі аталған жұмыстарды атқару үшін көп уақыт қажет. Келесі жылы бұл нысанда жөндеу жұмыстарын жүргізуді жоспарлап отырмыз. Жаңа дене шынықтыру залын қалыпқа келтіруде ойымызда бар. Нөмірі 16-шы орта мектептің директоры қосымша ғимарат күрделі жөндеуді талап ететінін жасырмайды. Мектеп басшылығы келер жылға өтінім беруді жоспарлап отырғанын, қазір оқушылардың ата-аналары түсіністік таныса дейді. Айта кету керек, ата-аналар арасында жаңа мектеп басшысының атқарып жатқан жұмыстарын бағалап, көңілі толатындарын, тек ол кісіге қолдау қажет екенін атап өткендер де бар. Наша Валентина Степановна не так давно у нас, но сделано очень много. Много сделано. Валентина Степановнаның мектепте басшы болғанына көп уақыт болған жоқ. Біз бәрін бақылап отырмыз. Ол кісі өз қолынан келгенін жасап жатыр. Біздің бүгін жиналғандағы басты мақсатымыз осы кісіге көмек көрсету. Неге біздің балаларымыз осындай жағдайда білім алуы керек? Билік өкілдері бұл мәселенің бір шешімін тапса дейміз. Осы оқу жылының басталуы нөмірі 16-шы орта мектептің қызметкерлері үшін де, ата-аналар үшін де көп уақыт есте қалар анық. Мектеп басшылығы алдағы уақытта ата-аналармен бірге барлық мәселелерді өздері шешетіндіктерін айтты.